Бәріміз грантта оқығымыз келеді, алайда бұл мамандықтар біз универ бітіргенше сұраныста болады ма? Сол үшін трендте болатын топ-5 мамандықпен таныс бол. Әрине ол IT, цифровизация, технологиялар дамыған сайын бағдарламашылар, кибербезопасность, дата-аналитиктер спросы бар мамандарға айналады. Екінші топ мамандық ол медицина, денсаулық бәрінен де маңызды. Сондықтан да дәрігерлерге деген сұраныс ешқашан азаймайды. Ал үшінші мамандық бұл педагогика. Ұстаздар білімнің негізін қалаушылар, сондықтан да бұл мамандықтарға спрос ешқашан азаймайды, ал жалақысы әрқашанда өсіп отырады. Келесі ол қаржы және аналитика. Елімізде ИПшниктер, бизнесмендер, компаниялардың саны артқан сайын қаржы саласына да спрос көбейеді. Егер әлемді өзгертуге үлес қосамын десең, саған инженер болу керек. Құрылыс, энергетика, машина жасау барлығы инженерлердің қолында. Егер техникалық ойлау қабілетің жақсы болса, неге инженер болмасқа? Мамандық таңдағанда тек грантқа қарама. 4 жыл тегін оқығаннан кейін сұраныс жоқ маман болып қалма. Ал егер өзіңе қандай мамандық жарасатынын білгің келсе, төменге маман сөзін жазып кет.